Кейіннен білгіш Гүлзей көрші құрбымның сөзіне ере бастадым. Ол келінді бастан қатал ұста, енең қандай адам еді, сол кісі секілді бол. Болмаса келін басында жақсы болады да, үндемесең басыңа шығады, деп үйретіп кететін. Өз жеке пікірім жоқ, жасқаншақ жалтақ басым сол сөздерге ере бастадым. Өз кемшіліктерімді жасыру үшін өзімше келініме қатал болайын дедім. Келінім келе салып көтерді. Декреттік демалысқа шыққанша жұмыс істеді. Кейін босанатын уақыты таянғанда үйде отырды. Сол кездері аяғы ауыр деп аямадым. Қиналып үй тіршілігін жасап жүрсе де көмектеспейтінмін. Балам мен күйеуім жұмыста, кіші ұлым қалада. Үйде келін екеуміз ғана қаламыз. Көрші Гүлзей келеді арасында. Келінге қою шай демдетіп, Гүлзеймен әңгіме соғып отырамыз. Одан жатып ұйықтаймын, сериал қараймын. Қазір осы қылықтарым есіме түссе, өзегім өртенеді. Ол да мен сияқты болашақ ана ғой, немерелерімнің анасы. Сөйтіп уақытысы келіп келінім қыз босанды. Шалым немерелі болдық, қызды болдық деп қатты қуанды. Үйдегі үлкен семіз қойды сойып, құдаларды шақырды. Ұлым да қуанып, күнде таңертең жұмысқа барарда кіріп кетеді роддомға. Қайтарда тағы соғады. Сөйтіп 4 күннен соң достары, құда жақтың туыс келіндері, әпкелері, өздері көпшілік болып келінді шығарып әкелді. Ата-анасы бесік әкеліпті. Балаға не керек, шомылдыратын тазегіне дейін алып келіпті. Кіндік шешесі болған туыс жеңгесі арбасын алып келіпті. Мұндайды да мен алғаш көруім. Өзім үлкенімді босанғанда күйеуім мен қайын әпкем шығарып алған болатын. Анам мен туыстарым енемнің жаназасында бір-ақ рет келген еді. Ұлымды қайын әпкемнің баласының манежіне жатқызып едім. Сол кезде шалым да осылай қуанып, қой сойып тойламапты. Бірақ ол кезде енем ауырып жатыр еді. Екінші баламда да солай болды. Үн-түнсіз роддомнан шығарып әкелді. Тек аға жеңгем келді болғаны. Сөйтіп аяқ асты бесік той жасап жібердік. Кейін келінім баланың кіндігі түскен соң өзі шомылдырып бесікке бөледі. Өзі сорпасын жасап, өзі қырқынан шықты. Мен бесік тербетіп қойып отыратынмын. Өйткені баланы бесікке салуға ебім жоқ еді. Сонымен не керек, келініме еш жаным ашымады. Тырнақ астынан кіріздеп, себепсіз тиісіп отыратын болдым. Келінім келін емес, келсап болды. Бірақ ешқашан ұлыма шағымданған емес. Ұлым мұнымнан еш хабар болмады. Қызын қатты жақсы көретін. Памперс бар ма, басқасы бар ма, бәрін пәшкілеп әкеліп қоятын. Келінім не айтады, соның барлығын әкелетін. Шалым да келінді тәуір көретін. Олардың мұнысын іштей қызғанатынмын, жыным келетін. Сөйтіп олар жоқта барашуымды жазықсыз келіннен алатынмын. Обалы не керек, ол үндемейтін. Үндемей үйдің бар тіршілігін жасап жүре беретін. Сөйтіп жүріп арада біраз уақыт өткен соң, екіншісіне аяғы ауырлап ұл босанды. Бұған да шалым мен балам қатты қуанып, тағы тойлатты. Мен де қуандым. Немере деген тәтті ғой шіркін. Бірақ келінге жасағандарым дұрыс болмапты. Алла өзі кешірсін. Мұны кейін кеш түсіндім. Амал жоқ. Осылай жүргенде екінші ұлым үйленетін болды. Бұл ұлым ерке болып өсті. Бетінен қақпадық. Бір күні келіп, мама, мен үйленуім керек, срочно, дейді. Содан мен қоя тұрсаңшы, біраз дайындалып алайық десем, оған уақыт жоқ. Кездесіп жүрген қызымның аяғы ауыр дейді. Ойбой, онысы несі үйленбей жатып, аяғы ауыры несі деп аңқайып қалдым. Кіші ұлымның сөзінен кейін ұйқым қаша бастады. Енді не істейміз? Үлкен ұлым өз қамын өз ойлап, қаражат жиып, бізге салмақ салмады. Ал кіші ұлым оқу бітіріп, жұмыс істеп жүрсе де жинаған ақшасы жоқ екен. Біздің де жағдайымыз белгілі. Артық ауыз ақша да жоқ. Үлкенімнің өз шығындары бар. 2 баласы, үйге алатын азық-түлік дегендей. Шалымның табысы да мардымсыз. Сөйтіп уайымдап, мазам қаша бастады. Кенжем қаладан келген сайын сұрайды: мама, қайттыңыз,
Әкем мен ағама айттыңыз ба, қашан үйлендіресіздер? Қызымның күн сайын іші өсіп келеді, дейді. Өзім жүйкем жұқарып жүргенде. Сосын ұлыма айттым. Аяғы ауыр болса келесі айда алып қашып әкеле сал. Ақыры асығыс екенсіңдер. Оған дейін ағаң мен әкең айтып дайындаламыз дедім. Сөйтіп үйдегілерге кенжемнің үйленетінін айттым. Олар мұны естіп таң қалды. Сонымен не керек? Келесі айда кенжем келін әкелді. Қайын әпкелерім осындағы туыстар болып келінді түсіріп алдық. Келінім ұзақтан екен, кіші жүздің қызы. Атанасы басқа қалада тұрады. Өзі Алматыда жоғары оқу орнында 4-ші курсты тәмамдағалы жүрген студент екен. Мұнда әпкесінің үйінде тұрып жатыр екен. Содан сол әпкесіне хабаршы жібердік. Өзіміз қуғыншы күтуге дайындалып жатырмыз. Әлден уақытта хабаршылармен бірге қуғыншылар да келді. Әпкесі мен жездесі және бір туысқан тәтесі келді. Тәтесі үлкендеу кісі екен. Кіргеннен қабағы қатулы, ұрыса сөйленіп кірді. Қызымызды неге алып қашасыздар? 2 жас көңіл қосып жүрген болса, алдымыздан келіп өтпейсіздер ме? Атанасы осында туыстары бар. Ол не сұмдық? Деп ішке кіріп, шымылдықта ақжаулық салып отырған келінге де ұрыса бастады. Сол кезде қайын әпкем тәтесін сабырға шақырып жатса да қояр емес. Сосын мен бардым да ол кісіні басқа бөлмеге сөйлесуге көндіріп алып кеттім. Екеуміз оңаша қалдық. Сол кезде бар жағдайымды айттым. Мен баламды қазір үйлендірейін деп отырған жоқ едім. Бұған жағдайым да жоқ. Бірақ сіздердің қыздарыңыздың аяғы ауырлап қалыпты. Сол себепті ұлым алып қашып келді. Қыздарыңызбен барлығын ақылдасып, келісіп, жасалып отырған жағдай. Жақын арада да той жасап бере алмаймын. Бірақ болашақ құдаларымды шақырып құдалық жасаймын, деп едім. Тәтесі үндемей қалды. Сөйтіп шыға салып келінге ұрысты. Санасыз екенсің. Сені атанаң осылай тәрбиелеп педі? Олар анда сені оқып жүр деп барын саған салып, бүкіл жағдайыңды жасап отырған жоқ па? Масқара қылдың оларды, деп ұрысты. Жанындағы бірге еріп келген келіннің әпкесіне де сен не істеп жүрсің сіңіліңе қарамай, үлкенсің ғой деп біразға дейін ашуын баса алмай, ақырында атанасына не айтамыз деп уайымдап кетті. Кейін қайнапкелерім туыс апамыз тәтесін жұбатып қонақ бөлмеге апарып отырғызды. Содан қуғыншыларды жақсылап күтіп шығарып салдық. Іштей өзіме риза болдым. Келіннің аяғы ауыр болып қалғаны маған да жақсы болды. Көп шығыннан құтылып қалдық. Ертесінде беташар жасадық. Енді 2 келінім болды. Кіші келінім бір үйдің 2-ші баласы екен. Қаладағы әпкесі өзі, сосын 2 інісі бар. Беташардан соң үлкен келін екеуі үй жинап, ыдыс-аяқ жуып, үй тіршілігіне кірісіп кетті. Кіші келін тірлігі ылдым-жылдым, жүрісі ширақ, жүзіңе тіке қарайды, еш именбейді. Үлкен келінмен тез тіл табысып кетті. Ал үлкен келінім қимылы баяу болса да, бәрін тыңғылықты, тап-тұйнақтай етіп істейді. Ешқашан бетіме қарап, тік сөйлеген емес. Мен араласпаған туыстармен жақсы қарым-қатынас құра білді. Көршілермен де араласып жүретін. Біреуі ауырып қалып көмек сұрап келсе, жоқ демейтін. Барып қарасып, дәрі егіп, система салып беріп жүретін. Мұнысын бүкіл ауыл біліп сыйлайтын болды. Өз туыстарымен де ұлым екеуі жақсы араласып жүрді. Бұларды той томалағынан қалдырмай шақыратын. Бұлар да сыйлықтарын алып, шақырған жерінен қалмай барып келетін. Қайын әпкелерім де осы үлкен келінімді мақтап, тәуір көріп жақын тартып тұратын. Ал мені ешқашан бұлай жақын тартқан емес еді. Тіпті дұрыстап сөйлеспейтін де. Мен кейде баламды қызғанатынмын. Қайын жұртына жақын болып кетеді ме деп ойлайтынмын. Бірақ балам да қайын жұртын тәуір көретін. Келіннің атанасын папа-мама дегенде ішім күйіп жүретін. Кейде үлкен ұлымның бар назарын өзіме аудару үшін өтірік ауырып қалатынмын. Ол болса жаны қалмай, айтқанымның барлығын істеп, жанымнан шықпай қалатын. Қайын жұртына да көп жібермеуге тырысатынмын. Ал кіші ұлым болса, өзін көбірек ойлайтын, эгоист еді. Үлкенім сияқты маған жаны аши бермейтін.
бірақ келіншегі дегенде басқаша еді. Соның бар жағдайын жасайтын. Жеріксің ғой деп аузынан шыққанның барлығын алып беретін. Осылай 2 келінді болып тұрып жаттық. Немерелерім өсіп, ұлдарым мен шалым жұмыста, мен келіндермен үйде. 2 келін бірге үй тіршілігін жасайды. Үлкенім кішісіне барын үйретіп, екеуі тату болып жүрді.